Пайғамбар жазатайым жас балалардың жанынан өте қалса, оларға өзі сәлем беріп өтеді екен. Тілемшілікпен күн кешкеннен гөрі арқан алып таудан отын теріп әкеліп, оны сатып, жеп садақа берген жақсы. Қоңсының әйелімен ашына болу, өзге 10 әйелмен ашына болғаннан жаман. Өзге 10 үйді тонағаннан, көршінің үйінен ұрлық жасаған жаман. Біреуден аманатқа алып киген таза киімнен, 40 өрім болса да, өз киімің болғаны жөн. Бақытсыздыққа ұшырағанда, бетін тырнап, киімін жыртып, өзін-өзі қарғап, жылайтындарға Тәңірінің лағнаты жаусын. Ішіңдер, жеңдер, садақа беріңдер, тек ысырапшылдыққа, даңғойлыққа ұрынбаңдар. Адамның жүрегі қайнап жатқан қазанға ұқсайды. Әрбір нәрсенің тажалы бар. Діннің тажалы — жауыз ел басқарушылар. Жоқшылық болмағанда ғой, әрбір намаздың алдында тісті тазалап, иіс су себуді бұйырар едім. Ешбір ата-ана өз перзентіне жақсы мінез құлықтан артық мұра бере алмайды. Адам денесіндегі ең жаман ағза — қарын. Адамды 1-2 аса ауқат тойдырады. Мүмкін болса, қарынның 3-тен 1-ін тамаққа және 3-тен 1-ін суға, қалған 3-тен 1-ін тыныс алу үшін қалдырсын. Адам баласы жаратылғанда, өлімнің 99 себебі қоса жаратылады. Сол өлімге соқтықпай өмір сүрсе ғана, оның маңдайына қарттық жазылады. Мен үшін сендер отқа өзі барып ұрынатын жанды көбелек секілдісіңдер. Мен отқа түсірмеймін деп қанша талпынсам да, қолымнан шығып кетіп, алауға түсесіңдер. Адамдармен жақсы қарым-қатынас жасап, тату болу да садақаның есебіне жүреді. Өзіңнің қолыңнан келмесе де, жұртты жақсылыққа үнде. Өзің сақтанбасаң да, жаман істерден сақтандыр. Інжілде мынадай сөз бар: ниетіңе орай жаза аласың, өлшеміне қарай үлес аласың.